Біреу өсек айтып жатса, оны үндемей отырып не істеу керек екен? Тыңдау керек екен. Оған қосылып кетуге болмайды. Ал сөйтіп үндемей тыңдап отырсаңыз, қосылып кетті деп жазылады Алланың алдында. Сондай. Рамазанда біреу өсек айтып жатады ғой. Главный мен емес, мен аузым бет көздер айта бер. Бірақ техничный іліп отыр да арасындағы өсектерден тырс кішкентайдан. Тыңдап отқан адам айтып жатқан адамдардың үкімімен бірдей алады. Осыны білесіздер ме? Ораза деген сөз бұл не? Бүкіл денемен жасалынады. Біз тек қарынмен жасалынады деп ойлап жоқ, әлі күнге дейін ораза бүкіл денемен жасалынады. Көзбен де, құлақпен де, қолмен техничный өтірік парақтарға қол қойып жүріңіз, ешкімге айтпады. Ол да аяғын кешкісін тарауықтан кейін жайлап, ойла біраз болды, кальян шегіп қайтайық деп болды. Аяқтың оразасы кетіп қалды өйткені. Бүкіл денемен жасалынады. Рамазан бүкіл денемен жасалынады. Міне, сол кезде Рамазан. Солардың ішіндегі ең қатерлісі не екен? Тіл екен. Қазақ не деді? Екі елі аузыңа, төрт елі қақпақ деді. Рамазанда ол 8 елі болу керек. Төртеу, сыртына тағы төртеу, 8 болу керек. Оның ар жағында 32 тісіңіз бар, 8, 32, 40 болды. Оның сыртында 2 ерім бар, 42 әскер тұр неяқтың ғой. Бірақ соның арасынан шығып кетеді ғой. Тек жыландыкіне ұқсамай қалған, жыландыкіне сәл айырылады ғой екі жағы. Біздікі прямой былай тұр. Бәрін білдіріп жүреді ғой. Айтып болғаннан кейін барып не дейді? Ойла, Рамазан екен ғой дейді. Болды, уже айтып қойды. Айтпай тұрып, айтпайды оны. Айтып болғаннан кейін айтады, Рамазан екен ғой, ойбай.